Баршаңызға сәлем, менің YouTube достарым. Бүгін сіздермен өте дәмді болып пісетін, ерекше сірне рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен сірнеміздің қамырын жасап дайындап аламыз. Ол үшін 300 грамм ұнға бір жұмыртқа қосып, тұзды жылы сумен илеп аламыз. Қамырымыздың иі қанғанша 20 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымыздың салмасын дайындаймыз. 300 грамм фаршқа бір дана үкіштен өткен сәбіз және де ұсақтап туралған жуаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш сеуіп, араластырып дайындап қоямыз. Мінеки қамырымызды осылай жақсылап жайып аламыз. Бір келке етіп, әрқайсысына осылай өсімдік майын жағып шығамыз. Енді видеода көріп тұрғандай қамырымыздың арасына салмамызды саламыз. Мінеки осылай салмамызды қамырымызға салып алдық. Енді гүл мантымызды жасауға кірісеміз. Мінеки осылай гүл тәрізді етіп, мантымызды жасаймыз. Осылай роза тәрізді әдемі етіп жасаймыз. Сірнеміздің бетіне қойылатын гүл мантымызды мантоваркаға 45 минутқа пісіріп аламыз. Енді қатты қызып тұрған майымызға 1 килограмм немесе 1,5 килограмм қой еті немесе сиыр етін 20 минутқа қуырып аламыз. Етімізді тұздаймыз және қара бұрыш пен паприка қосып араластырамыз. Жақсылап қуырылған етімізге 100 грамм суымызды құямыз. Үстіне туралған көкөністерімізді саламыз. Енді бір дана сәбіз, жуа және де чесногымызды саламыз. Бір килограмм картопымызды саламыз. Картопымыз тұтастай болу керек. Болгар бұрышы және де помидор, стручковый перец саламыз. Сосын бетін осылай капустаның жапырақтарымен жақсылап жауып қоямыз. Капустамыздың әр қабаттарын тұздап, қара бұрыш сеуіп, қазанымыздың бетін жақсылап нығыздап жауып 45 минутқа пісіреміз. Дайын болған сірнеміздің бетіне гүл мантымызды осылай қойып, ыстықтай береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.